Сәлеметсіздер ме? Мен Арай Бөбекжай бақшасының Ахмаржан ересек тобының тәрбиешісі Толабекова Гүлбейра боламын. Менің тәрбиеленушім Қайшыбек Нұрсая. Нұрсая екеуміз сіздерге кемпірқосақты шынаяқта тәжірибе арқылы көрсетіп береміз. Сәлеметсіздер ме? Мен сіздерге тәжірибе жасап беремін. Бізге қажетті заттар керек. Қай заттар керек? Қан, стакандардың суы керек, спич керек, бізге қылқалам керек. Жарайсың. Және де таяқша керек бізге. Және де бізге бояулар керек. Бірінші стақанға қант қосамыз ба? Жоқ. 2 қасық. Жарайсың. Келесі стақанға 3 қасық қосамыз. Және таяқша арқылы қозғаймыз. Суда қант неғұрлым көп болса, судың тығыздығы соғұрлым жоғары болады екен. Міне, кәне сенің қантың ери бастады ма? Еріп тұр, Біздің стақандағы суымызға қант салған, қантымыздың барлығы еріп кетті. Енді осы суға не қосамыз? Бояу қосамыз. Бірінші стақанға қай түсті бояуды қосасын? Қосамыз. Ал. Қандай түс? Сары түсті бояу. Қосама бірінші стақанға қос. Жарайсың, араластырамыз. Сары түсті су болды. Келесі қызыл. Жарайсың, қызыл түсті бояуды қосамыз. Суымыз қандай түске өзгерді? Қызыл түске өзгерді. Келесі жасыл түс. Қой, сала қой. Жасыл түске. Тағы да қантты ауыламыз. Қан жасыл түсті. Тағы қанықтау болсын, біздің кемпірқосағымыз әдемі шығу үшін қанық түстерді пайдалануымыз керек. Келесі көк түсті. Жарайсың, сала қой. Араластырамыз. Суымыз көк түске боялды. Соңғы түсімізді күлгін түс. Жарайсың, күлгін түсті. Араластырамыз. Жақындатамыз. Нұрсая, біз қайдан көреміз? Аспаннан көреміз. Жаңбыр жауса. Жаңбыр жауады, сосын күн шықса, артынан кемпірқосақ шықса пайда болады. Жарайсың. Қандай керемет ақылды қыз Нұрсая деген. Міне біздің күлгін түсті бояуымыз пайда болды. Енді бос шынаяқты алып бірінші шприцті бірінші тағамыз. Бояуды аламыз, ала қой, тағы да бояу. Жарайсың. Шынаяққа құямыз. Жарайсың. Мен саған көмектесейін. Енді қызыл түсті аламыз. Енді Нұрсая, мен саған көмектесейін. Бояулар бір-біріне араласып кетпеу үшін шынаяқтың түбіне апарып, бояуды жайлап басамыз. Сол кезде сары түс пен қызыл түс араласпайды. Нұрсая, шынаяқтың асты түбіне қарашы, қызыл түс пайда болып жатыр ма? Керемет, міне тәтті суымыз, қант қосылған суымыздың тығыздығы жоғары болған үшін қантсыз сумен араласпайды екен. Келесі жасыл түсті. Жасыл түсті. Жарайсың. Енді шынаяқты түбіне апарып, жайлап жасыл түсімізді қоямыз. Күлгін түсті бояуды қосамыз. Міне біздің шынаяқтағы кемпірқосағымыз әдемі болып шыға келді. Жарайсың. Міне біздің шынаяқтағы кемпірқосағымыз осылай әдемі болып шықты. Назарларыңызға рахмет.